Жаңа екі жолдас бала ғой, бір-біріне ақша жүрген жерде бәле жүреді ғой өзі. Екеуміз де бизнесменбіз. Сонымен Құдайдың қалауымен біз сауда болмай, мен банкрот боламын ғой. Сонымен Нұрекен Керемді айтамын, Нұреке бір 500 динар бере тұрыңызшы маған. Қайттан дөңгелетіп алайын деймін ғой. Нұрекеңнен 500 динар аламын, қайттан қадалам ғой. Бір өмірде сондай бір кезеңдер болады да, құлағанның үстіне құлай бересің ше. Құлағанның үстіне 10 рет құлайсың. Бірақ оның артында бір күшті жақсылық күтіп тұрады. Сабыр сақтап адам күту керек та бірақ. Сонда Нұрекен айтады, дұрыс қой енді екеуміз саудада серікпіз, бірақ енді мен келісім шартпен беремін дейді, ертең бере алмай қалсаң қалай болады? Деп бұл менен қолхат алып алады ғой, бермесем сотталамын мен, короче. Сонда жаңа 500 динарды аламын да тағы да қадаламын мен, жаңа саудада болмай қалады. Қиналып кетеді, отбасым қиналып жатыр, бала шағаң нәпақасы бар, базарда не істерін білмей жаңағы сөйтіп жүрсем, бір кезде екі қолтығымнан көтеріп алып, екі мілтсе жаңа соттың залына қарай алып кетті ғой. Соттың залына барса, жарықтық, сенің 500 динар қарызың бар екен ғой, пәлен айда берем деген. Соған осындай уақыт өтіп кетті, қарызын қайтар дейді ғой. Енді мен болмай жатыр, өзіне де айтқанмын, болмай жатыр. Болмай жатса, енді келісім тұр ғой мына жерде нотариуспен. Болды. Болмаса, соның несін өтеп шық, жазасын сыйын. Міне көріп тұрсың ғой мен артындағы темір торды. Деген кезде айтады, айналайындар, мен отбасым аш отыр үйде. Барып ескертіп кетейін, тым болмаса, әйел бала шағам уайымдап мына қаққа кеткен білмей қалады қазір менің. Дейді ғой. Сонда айтады, айналайын, кімді кеміс қылып отырсың сен? Мына жерге келгеннің барлығы сөйтіп айтып кете беретін болса, біз не ай қарап отырып қой мына жерде? Кеткеннен кетті ғой, болды, сенің артыңнан іздеп жүреміз ғой. Қақта жаңа кім қайда деп. Сонда жаңа кісі айтады, Алламен ант етемін дейді. Егер таңертең алдыма өзімнің алдыңа екі аяғыммен келмесем, мені Мұхаммедтің үмметінен деп айтпаңдар дейді. Кәпір деп айтыңдар дейді, болды. Мен екі ортаға пайғамбарды қойып сұрайын дейді сенен. Ана соттың үстіне мұздай суға жүргендей болады ғой. Әркім әр нәрсені қояды ғой, былай залогқа. Біреу алтын қояды, бірдеңесін қояды, баласын қояды. Бірақ пайғамбарды қойған адам жоқ екен да бұл уақытқа дейін. Мен о екі ортаға пайғамбарды қоямын дейді саллаллаху алейхи ва саллям. Ана сот шошып кетеді, ойбай құрсын пайғамбарды, мына бірінші рет болып тұр, барып қайт онда дейді, азанда бірақ келем дейсің. Сонымен үйіне барады да әйеліне айтады ғой болған жағдайдың бәрін. Осындай болды, кім жаңағы келіншегім айналайын деген кезде әйелді Құдай қосқан әйел екен, анаған берген. Сонда әйел айтты дейді ғой жарықтық. Айттым саған алма, оңбаған бірдеңе деп ұрсып шықпағанда. Ақыры пайғамбарды қойып ортаға дейді. Құтылып шыққан екенсің дейді. Онда екеуміз таң атқанға дейін пайғамбарға салауат айтайық дейді ғой. Ана қараңыздар. Екеуі отырып балаларды ұйықтатып тастап таң атқанға дейін салауат айтқан екен да. Таң азанға кішкентай қалған кезде жаңағы кісінің көзі ілініп кеткен екен.